Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге манты дайындайтын боламыз. Мен мантыға асқабақ, картошка, пияз, дәмді болу үшін қойдың іш майын қостым. Фарш, тұз, бұрыш және сұйық май қосып жақсылап араластырып аламыз. Бәрін дәміне қарай қосамыз. Келесі кезекте мантының қамырын дайындайтын боламыз. Қамыры өте оңай, жұмыртқа, су, тұзға жақсылап қамыр илеп, тындырып, өте қалың және жұқа емес етіп жайып аламыз да, бірдей етіп төртбұрыштап кесіп шығамыз. Кейін осының ішіне тұзы сіңіп дәмді болып тұрған салмаларымызды салып, тарсылдатып отырып манты түйіп тастаймыз. Сондай-ақ достар, менің арнама жазылып және лайк басып отырсаңыздар, мен қуанып қалушы едім. Кейін дайын болған мантымызды осылай майланған мантываркаға әдемілеп тізіп шығамыз да, бұда 40 минут 45 минут пісіріп аламыз. Мінекей менің дәп-дәмді мантыларым дайын болды. Енді келесі кезекте мен подлив жасайтын болам. Ол үшін сұйық майға пияз, сәбіз қосып, шамалы тұз қосып, томат қосып, араластырып қуырып алам. Мінекей біздің мантымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.